40-шы сабақ тапсырмаларын орындайық. Сабақтың тақырыбы мәтіннің құрылымдық бөліктері. 13-ші жаттығу мәтінді оқы. Мәтіннің басқы және негізгі бөліктерінің жігін ажырат. Оспан сабақтан келісімен сөмкесін лақтырып тастады. Үстел үстінде тұрған тамақты апыл-ғұпыл ішіп ойнауға кетті. Ол кешке дейін доп қуып жүргенде үйдегі інісі Мұрат та қарап отырған жоқ. Әуелі Оспанның сөмкесін біраз сүйретті. Сонан соң мәтіннің негізгі бөлігін бірінші сурет арқылы толықтыр. Мәтіннің негізгі бөлігі: Мұрат сөмкенің ішін ақтарып, ішіндегі дәптер мен кітаптарды шығарып тастады. Кейбір кітаптардың беттері бүктеліп, дәптерлер быжырап қалды. Мәтіннің соңы екінші сурет бойынша: Кешке Оспан үйге келіп сөмкесін ашқанда дәптерінің жыртылып, кітабының бүктеліп қалғанын көріп қатты ашуланды. Бірақ кейін інісі Мұраттың жасағанын түсініп, оған ренжісе де сабырмен түсіндіріп айтты. Қысқаша, басы Оспанның сабақтан келуі, негізгі бөлігі Мұраттың сөмкені ақтаруы, ал соңында Оспанның сөмкесін көріп ашулануы және інісіне түсіндіруі. 14-ші жаттығу порталасыңмен мақалдың мәнін талқыла. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Мақалды көркем жаз, өз-өзіңді тексер. Бұл мақалдың адамның жақсы қасиеттерді үйреніп, жаман қылықтардан аулақ болу керектігін үйретеді. Яғни, жақсы адамнан үлгі алып, адал, еңбекқор, мейірімді болуға тырысу керек. Ал жаман мінезді, жалқау, өтірік айтатын, ұрлық жасайтын адамдардың ісінен жирену қажет. Өз-өзіңді тексер. Сөйлемді дұрыс, анық жаздың ба? Үтір орнында тұр ма? Әріптерді әдемі, біркелкі жаздың ба? Жарайсың, онда келесі жаттығуды орындайық. 15-ші жаттығу. Суреттерге қара, мәтінді оқы. Ербол бүгін жарыста болып сабаққа бармай қалды. Кешкісін Жантастың үйіне барып, үйге берген тапсырманы сұрады. Ол көшіріп алуға дәптерін берді. Сол кезде Жантастың үйіне Айдар келіп қалды. Ол Ерболдың асығыс көшіріп жатқанын көріп: «Сен оны текке көшірме. Мен саған есептің шығару жолын түсіндірейін. Сонан соң өзің де үйреніп аласың», деді. Ербол досының сөзін мақұлдап, оған ризашылығын білдірді. Балалар, мәтін түсінікті болса, төмендегі сұрақтарға бірге жауап берейік. Мәтіндегі кейіпкерлер кімдер? Ербол, Жантас, Айдар. Мәтіндегі оқиғаға менің көзқарасым. Мәтіндегі оқиға маған ұнады. Айдар ақылды, нағыз жақсы дос. Ал ол Ерболға дайын көшірме емес, есептің шығару жолын түсіндіріп көмектесті. Ал Ербол досының көмегін қабылдап, ризашылығын білдірді. Бұл достық пен адалдықты көрсететін жақсы іс. Мәтінді бөлу. Мәтінді 3 бөлікке бөлуге болады. Бірінші, басы. Ербол жарысқа қатысып сабаққа бара алмай қалды. Екінші, негізгі бөлігінде Ербол Жантастан тапсырманы көшірмек болады. Соңы Айдар келіп есептің жолын түсіндіреді. Ербол ризашылығын білдіреді. Суреттер. Бірінші сурет екінші негізгі бөлік үшін берілген. Ербол мен Жантас тапсырманы көшіруге. Ал екінші суретте үшінші бөлік Айдардың келіп есепті түсіндіріп тұрғаны. Қосымша сурет ретінде Ерболдың жарысқа қатысып жатқан көрінісін салуға болады. Яғни бұл бірінші бөлікке арналған сурет болатын еді. 16-шы жаттығу. Оқы. Біздің Айша апай тәрбие сағаттарын қызықты өткізеді. Бірде ол келесі тәрбие сағатында өзара сынға түсетінімізді хабарлады. Өзара сында әрбір сынаушы досының әуелі жақсы жағын, сонан соң кемшілігін дәлелдеп айтуы қажет екендігін ескертті. Серік Арнұрмен өзара сын айтыса түсті.
айтысты серік бастады. Досым Арнұр, мен сенің әдептілігің мен кішіпейілділігіңді үлгі тұтамын. Дегенмен сенің жеңе алмай жүрген кемшілігің бар. Ол жалқаулық. Сен жалқау болмасаң, үштік бағаларың болмас еді. Арнұр. Мәтін неше бөліктен тұрады? Аяқталмай қалған бөлігі қайсы? Мәтін 3 бөліктен тұрады. Бірінші басы Айша апайым тәрбие сағаты туралы айтылған бөлік. Екінші бөлігі Серіктің Арнұр туралы ойын айтуы. Үшінші соңғы бөлігі Арнұрдың жауабы, яғни аяқталмай қалған бөлік. Аяқталмай қалған бөлік мәтіннің соңғы бөлігі Арнұрдың жауабы. Арнұрдың не деп айтатынын жалғастырып жазу үлгісі. Арнұр жымиып: рахмет, Серік, сенің айтқаның дұрыс. Мен кейде сабақты кейінге қалдырып жалқауланып кетемін. Енді мұны қойып, жақсы оқуға тырысамын деді. Қорытынды тапсырма. Сыныпта өзара сын айту кезінде бір-біріңе ренжімей, жақсы мен кемшілікті сыпайы түрде жеткізу керек. Мысалы, мен сенің достыққа адалдығыңды жақсы көрем, бірақ кейде сабаққа кешігетінің бар. Балалар, тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар. Келесі видеоларды қарау үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.